Селам алейкум, эфирдене тіже программасы бүгін октябрьнің 17-сі студияда сілер үшін мен Шевкет Наматулаев чалышам. Шикает кері қайтарылды. Қырымнан юқары Рус махкемесі Дилевер Гафаровқа шығарылған 10 елі қапыс мұдеті қарарыны деңіштірмеді. Руслар оны қанунсыз арби құрылышта иштирак етті деп жезалады. Санки Дерсін оныман Челебежихан адына батальоннан ве аскер жемат бірлешмесінің азасы олған. Августың 28-інде Ислам Терек район махкемесі оңа қабатлав хукумына сеслендірді. Гафаров қабатына танымады, аскерде де генчінің бұл құрылышқа алақасы олғанны рет еттілер. Мутихасыз олмаған ФСБ экспертлері Ростовта Русияның арби махкемесінде Энвер Сейт Османовның давасы бақалмасы девам етті. Адвокатлар МАИЖ тарафынан шаатларына сұрғыдан кешірділер. Бұне бері ФСБ топлаған делелер эсассыз дейлер, чүнке оларына ишғалжылерінің сымарышына епқанлар. Қырым татарына кечкен сене майы сайында тұтып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Показали, что экспертиза ФСБ, она абсолютно не научна, научно не обоснована. Сами эксперты далеко выходили за рамки своих полномочий, отвечали на юридические вопросы. И тот эксперт, который представился религиоведом при заключении экспертизы, он вообще не владеет информацией по поводу Хизбут Тахрир, ее деятельности, ее основных постулатов и литературы, которая пользуется Хизбут Тахрир и так далее, и так далее. Все это подробно объяснил Дмитрий Дубровский в сегодняшнем допросе. Біркішілік камера ветеші канализация более шарайтлерден бір айдан берлі терроризмде қабатланған фааль Сервер Мустафаев тұтыла. Бұл ақта оның адвокаты Лилия Гемиджи білдірді. Оны шымды Краснодарының бірінші сезосында тұталар. Сияси мабыске мектуп век газеталарыны біле бермей екенлер. Сервер Мустафаев 2018 сенесі май сайында тұтып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатлайлар. Через день то сооружение, которое должно именоваться санузлом, оно извергалось фонтаном фекалий в камеру. И эти фекалии растекались по полу во дворе следственного изолятора. Скапливается гора пищевых отходов. И тот гнилостный запах, который исходит от этой горы, он постоянно подвергается в камеру. Каждый день отключали подачу воды, через день давали свинину. Естественно, и серверы, все остальные фигуранты этого дела отказывались от этой еды. Бақшыстарай районы Суйыртаж Белокаменная койынды ишғалшылер Нариман Абляевнан евіне сұрып келгенлер. Оны яқалап ақмежетке экстремизмнен күреш мерkezіне алып барғанлар. Анда оны сұрғындаға чеккен сон азат еттілер. Адвокат айтқанына көре, рус көветшілері Нариманнен жинай давада шаат ола біледір деп мерақланғанлар. Мы его опросили, никаких обвинений ему предъявлено не было, у него ничего дома в ходе обыска изъято не было. По моей информации, есть уголовное дело в отношении родственников, как я понимаю, Наримана. И в рамках этого уголовного дела был допрос. Эти его родственники находятся за пределами Крыма. Сабық сияси мабоседен Бекировтан қызы Элеонора омбудсменнің мислячысы олды. О юқары шурада инсан ақлары векілетлесі Людмила Денисованың офисінде Қырым татар халқының ақлары рәйет етілмесі йөнелішінде чалышачақ. Элеонора Бекирова айтқанына көре илкевелі Қырым татар сияси мабослері азат етілмесі оғырында ишалы баражақ. Я очень прочувствовала за 9 месяцев боль людей, нуждающих в защите. Поэтому сегодня я присоединяюсь к армии людей, которые будут бороться за наших украинских граждан. На сегодняшний день 86 крымских татар, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, они преследуются за свою гражданскую позицию и по политическим мотивам. Чекышев бала көз яшылары вейшғалжылерінің апсханесінден бабасынан Бекленова. Белял Адиловның айлесі ярым елдан берлі бабасыз яшай. Оны ешғалжылері март айында кечірілген Кутлеве тентувлер девамында тұтты. Оны апске алғанынен Ростов СИЗОсына кечірділер. Ешғалжылер Белял Адиловны терроризмде қабатлап, оны 20 елға қадар азатлықтан марум ете біле. 8 бала ашымды бабасыз осе. Тәпсілатлыджа Левхамызда.
Тентувлер векутливия каланувлар. Мартның 27-сінде сабатах менен экибин силялы спецназ ФСБ хадимлері Қарасу базар ве Акмесджит районларында Қырым татарларының евлеріні сарып алды. Евлерде тентувлер кечіріп, автозакларыны кетерділер. Бұндан сон 20 инсан яқаладылар. Олар арасында Билал Адилов да бар еді. О Каменка қасабасында имам олып çalışайды, ама işgalciler üçün о террорджи. Эсерні напайы Гульнара оны саба намазы вақтында яқаланғанларыны хатырлай. У нас окно было открыто, я слышала, как жутко лаяли собаки. И я подошла к окошку, я слышала, что едут машины, что бежали люди. От испуга я побежала, начала будить мужа. Сказала, проснись, пожалуйста, потому что там что-то происходит не то. Işgalciler Адиловларның evine sürüp келді. Bilalның яқаланмасы ақында қарар көстерділер. Evdeyse erшейні ақтарғанлар. Bundan son silahlı kuvvetçiler Bilalның қызларыны қорқызды. Олар қомшы odasında yorgan tubune сақланып ағлаған. На Курбан Байрам, на Ураза Байрам нас брал всегда в магазины. Я горжусь своим отцом. Я ему желаю здоровья, чтобы он скорее, иншалла, вышел. Айленың башыны автозакта алып кетіп, шу күнюді апсты алдылар. Акмесджит Сунрайси Ростов сезосының дешетли шарайтлерінде ой işgalcilерге наразылық білдірмек үшін қору ачлық ілән етті. Билал азап чеккен вақытта евде оны 8 баласы беклей. Оның оғыллары бабасыны тетремнен хатырлай. По вечерам мы с ним садились, он нам рассказывал истории и сидели и пили с ним кофе. Потом тоже в свободное время нам привозили дрова. Ну, он покупал, привозили дрова, мы рубили их, пилили, помогали. А вот сейчас то, что бабашки нету, сил не хватает. Сами все делаем с братом. О март сабасы етмыш бала бабасыз қалды. Işgalciler, тентувлер, азаплар ве махкемелерні девам еттерелер. Бұ вақыт есе қанунсыз тұтылған Қырым татарны евде яқынлары ве балалары беклей. Владислав Стужук, Заман, АТР. Кереч фажиясының бір еллығы кечкен сені октябрінің 17-сінде ФСБ-нің версиясына көре 18 яшында студент Владислав Росляков işgal етілген Керечнің политехник колледжінде өзі япқан бомбаларыны патлатып студент ве очыларға қаршы атеш açты. Нәтижеде 21 инсан елек oldu. Бұл күнге қадар бірчоқ суаллерге жауап аляда жоқ. Студент насыл етіп силя сатын алды. Колледжге насыл етіп о қадар силя ве патлайжы алетлеріні кечіріп, 15 даққа ішінде онларжы инсанны атып өлдірді. Битмеген фажиа. Бірқач күн евелсі Кереч политехник колледжінде яраланған ожа Ольга Грищенко хастаханеде жан берді. О зарар көрген 5 колледж ожасы сырасында еді. Işgalci оқу қорыжалайжыларының ресми версиясына көре бұтын дүнияға күскен Владислав Росляков башта озы ішлеп чықарған бомбаны патлатты, сонысы огыне чыққан еркесіні атып өлдірді. Ольга Грищенко яраланған сон бір ел девамында тедавилене еді. Ләкин ойледе аяққа тұрып оламады. Юз берген фажиядан сон дигер ожалар аледа тедавилене. Студентлер ісе хастаханелерде реабилитация кече. Бір ел кечкеніне бақмадан фажия еле бағлы бір чоқ суалер açық қалды. Işgalci оқу қорчалайжылар жинайчыны ақылдан азғын деп адландырса да, аледа тибби малюматнамесіз насыл етіп ресмиже силя сатын алғаныны аңлатып оламайлар. Проходит медосмотр, вероятно, не посещая ни нарколога, ни психиатра. Такая справочка у нас стоит 4800. Насыл етіп ойлы олды ке, işgal етілген Қырымда санки терроризмнен күрешкен созды акимиет генч баланын соқақларда селяве құршун толы экі торбанен жүргеніні көрмеді. Как пронести можно было эту дуру? Как это можно было вот это вот все это? Как это, зачем ученик зашел в техникум с 2 сумками? Я не понимаю. 18 яшындаки генч бойлы етіп атеш ашмаға қайдан огренді. 15 даққа ішінде о 20 инсанны атып өлдірді ве онларжы яралады. Вене үшін бұл қадар инсанның жаныны алып жинайетші ұқық қорчылайжы органлардан қорчыланмақ еріне озыны атып өлдіре.
Ишгал етілген Қырымда бұдаваны теракт маддесінден 2-2-ден зияде инсан өлдіріп маддесіне чевірділер. Генчнің бұл әрекетлерінде Ачувны Американың излеріні біле көрділер. Санке Росляковны өзіне мод қияфет алып оламағаны үшін арқадашлары ашағалайды. Украина қытасында да теракт бойынша дава ачтылар. Ләкин белле олған себеплерден тақиқат алып бармаға имкан жоқтыр. Бір елавелсі керішін мезарлығында да 20 қабір пейда олды. Бүгін керіште құрбан кеткенлеріні сүкінет да қасынен аналар. Ләкин сүкінет да бір елавелсі башлады. Ишғалжы акимиет олып кешкенлеріні пек хатырламақ істемей. Бірқач күн евелсі қастаханеде жан берген Ольга Грищенканы құрбанлар сырасына біле кірсетмеділер. Росляковға есе башқа ісім беріп комділер. Бұл күнге қадар ичтимай ақларда осмөр генчлер Росляковға бағышланған чеші түрлі постларны ерлештіре. Риана Алиева, Заман, АТР. Триумф ве панцерлер. Руслар Қырымда Гром 2019 адлар бит әлімлеріні девам ете. Олар авто башындан берілі өткерілмекте. Бүгін ишгалжилер зенит ракета комплекслеріні қолланы пава мұдафа системаларына сынады. Қырымны ишгал етіп Руслар Триумф ве панцер системаларына Кезлев, Кефе, Ақяр ве Жанқой жеварларында ерлештірді. Қырымда олған бөве дегер вақиялар аққанда Невбеті келев қамызны сейретіңіз. Керич көпірінден югтринлері кечмесі мұдетіні кенеде ұзаттылар. Ишгалжилерінді демир елны декабрь айына ішке түшірмеге планлаштыра. Денишовның ресми себебі археологик қазмалар кечеру выдыр. Санкедерсін көпірге керешнің янында қадеми юнан құрылышларыны тапқанлар. Ләкин базы экспертлер көпір құлануға азыр олмаған ақында білдіре. Чүнки сентябрь айында анда демир ел туннели ішілді. Бұл себептен руслар оны қоланмақтан қорықа. Көпірнің автомобиль қысмыны ишгалжилер кечкен сене май сайында ачты. Оның иншатына 227 миллиард рублей масраф еттілер. Бұ тахмини 4 миллиард доллардан зиядедір. Канунсыз терек пычылуы. Ялта жеварында кекенейс көйінде қырмызы китапқа керсетілген 15 терекні кестілер. Сөз уникаль фыстық терегі ақында кете. Қырымдау Ақярдан Коктебелге қадар бұндан ғары Бақчасарай районында өсе. Канунсыз пычылуыны Қырым экологиясы ишгалжи назерлігінің инспекторлары мейданға чықарды. Канун бозыжыларыны қыдыралар, оларны меморий месулетке желпетежеклер. Ормандан шерге кезентіге чықты. Балабан кейік домуз Гурзув соқақлары бойу чапайды. Башта кичкен адамны ұжуметіп, ондан колбасыны хырсызлай жақылды. Бұндан сон айван пляжға келді. Башта ялы бойу долашып, сонра ювынмаға істеді. Денизде оны ишгалжи февкуляде вазиет назерлігінің құртарыжылары тотты. Айванны шер тышына чықарып, орманға еберділер. Наталья Барська, Заман, АТР. Русия Украина или барышы қолғанына азырды кел акция Русия тежавузын артырмаға азырлана. Бұны Донбасста атышулар чоқлашқаны ве Русия арбилеріні четлештірмеге істемегені избатлайдыр. Учтарафлама контакт группада сабық Украина темсілжесі Роман Бессмертный айтқанына көре Украинаның теклифлері Минск анлашмаларында қайдетілген. Киевнің адымлары Кремльнің эпсі планларыны бозып, Русияны Минск анлашмаларына қайтмаға мечбур ете. Ці передумови сформульовані противній стороні, тобто Російській Федерації. Таким чином, якби Російська Федерація повернута в процес, тому що в формулі Штайнмайєра російську сторону вивели з цього процесу. Вона повернута в процес. Тому не випадково одразу з Кремля сказали, то може і не відбутися нормандської зустрічі. Түрк ордысы кечкен кеже дабыр Сурия шері Айнел Арапны өз незаретіне алды. Сурияде жең девам еткені вақыт, андаки вазиетні бірлешкен милетлерінің қапсызлық шурасында қапалы-қапылар артында мұзакер еттілер. Топлашуда қайдеткенлеріне көре Түркия ұжымынден сон регионда вазиет кергінлеше біле.
Суриянын Шимали шарқында арби операциянын 9-нчы куну yüzler jinsan элек олган. Тарафлар фарклы ракамларны сеслендире. Түрк мудафа назирлеги 600 yok etилген террорчы акында айта. Сурия курдлары исе тынч яшаган адамлар да зарар көргені акында билдире. 218 инсан элек олды. Олар арасында онлар бала. 160 инсан автобусларда ве фургонларда яшамага мечбур. Базылары түрклер незаретинде булунган шерлер кете, башкалары бомбалавлардан качалар. Ми вже 2 дні в дорозі. Ми тікаємо від бомбардувань та повітряних атак в Камішлі. Туркия тышышлері назиры мевлют чавушоглу тариф еткеніне көре, бу операция бутун Сурия курдларына каршы дегіл. Нью-Йорк Таймс Американ газетасы чун макаледе регионны селялы курдлардан бушатмага истейік дейлер. Санки дерсін олар Анкара тарафындан террорчы оларак таныган Курдистанның ишчилер фырқасына арби едеклер ве патлайджыны теслим етелер. Туреччина почала операцію задля своєї нацбезпеки, усуваючи ті ризики, які створюють терористи вздовж прикордонних районів. Ця операція звільнить сирійців, що там живуть, від тиранії терористичних організацій, а також позбудеться загроз територіальній цілісності і політичній єдності Сирії. Ці 2 події будуть сприяти безпечному і добровільному поверненню сирійських біженців на батьківщину. Эвелсы Америка аскерлеринен курдлар ислам девлеты бірлешуыне каршы джинклишейді. Туркиянын арби операциясы башлатылмаздан эвел Америка бірлешкен девлетлері региондан өз урдуларыны чықарды. Шымды Америка бірлешкен девлетлері Конгресс палатасының векеллері Дональд Трампның қарарыны хаталы оларақ таныдылар. Озо да кичкен авта турк президенті Реджеп Тайип Эрдоганға язған еді. Оны Сурия курдлары ile музакерелер башлатмаға риджа етті. Сирія проводить переговори з Туреччиною. Ми робимо те ж саме. Ми запровадили масштабні санкції. Якщо чесно, вони працюють краще, аніж бої. Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Bu tür yaptırımlara misliyle karşılık veririz. Bununla ilgili de Dışişleri Bakanlığımız bir hazırlık yapıyor zaten şu anda. Yani onların bu konuda bir çalışması varsa elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Түркиянын Суриеде качаклар үчүн телекесизлик зонасыны тәшкил этмеген тылуы гуманитар вазиетке бирдарби ола биле. Бу суал боюнча музакерелер Нью-Йоркта Бирлешкен Миллетлер телекесизлик шурасынын капалы отурушында кечирилежек. Фикирлер экиге бөлүндү. Русия Анкарага айлана, Авропа исе уҗумны такбих эте. Якщо говорити про геополітичні наслідки, ми повинні визнати, роль Росії та Ірану в регіоні посилилася після відходу американських солдатів. І ми не можемо сьогодні спрогнозувати, якими можуть бути наслідки. Америка ордулары регионга кайтмага истемей. Трамп айтканына көре буларнын жынкы дегил. Ама Сурия курдлары ile Эрдоган мухалифет измеси үчүн, Эрдоганны кандырмак үчүн Анкарага өз делегациясыны yolлады. Анна Макаренко, Заман, АТР. 20 арби ве арби әрекетлер ветеранлары Украинаны бойсунмағанлар ойыны 2020 ярышында тақдим етежек. Сечим комиссиясында бұл ойынлар арбилерінің реабилитациясына музбет тесір етейдейлер. Украинаны тақдим етежек іштіракчылер еңгіл атлетика, аяқмаштан спорты ве ялдав спорты чештілерінде ярышажақ. 262 спортчы кайдетелди, ләкин милли җыйма такымына тек 20 кеше кирде. Бу ел бойсунмаганларның ойынларында Украинаны тәмсил итәчәкләр арасында арби хадимлер ве ветеранлар. Такымга Украина силалы куветләренең ветераны Игорь Бескаравайный да кирде. 2015 сенәсе о танкка каршы майында патлап, аяксыз калды. Оның айтканына күрә, бу сенен дә 3нчы кере сайлавдан кече ве 1нчы сефер муваффакыятле. Гаагадагы халыкара ярышларда кайык часы olacak. Bundan gayrı bu sene ozunu ялдавда сынайжак. Өз галибесіне инана, ама бойсунмаганларның ойынларында іштирак onun için медальлерден да муїмдей. Мені насправді більше цікава участь в цьому русі, розвиток якихось таких горизонтальних соціальних зв'язків, адаптація до, скажімо так, до
ветеранської спільноти, бо після шпиталю я намагався абстрагуватись від цього, бути звичайним громадянином. Бу сине iştirakçilerini esas kriteriylerге көре sayladılar. Ayrıca saylav комиссиясы iştirakçilerinin tedavilenuvine ola bilgen tesirni, olarның istegini ve sportqa münasibetini kozuguni algan. Olarның sport neticelerini o kadar kulak asmaydılar. Ama ümitlerini yengil atletika, velosport, yalda ve kayıqta kurek çekuvnin bağlaylar. Sergey Konishok aytqanına көре Invictus Game bu tek sport hakkında değil. Bu sene milli cima takımını o idman edecek. В цьому проєкті спорт розглядається як інструмент реабілітації і соціалізації такої непростої, дуже непростої, але важливої спільноти. Лише 10% в нас така позиція на спортивний результат. І в цьому випадку це правильно, на мій погляд, це правильна позиція, що не обирати тільки за спортивним результатом. Украинада бойсун маганлар oyunlarının teşkilçileri bildirgenine göre veteranlarının реабилитациясы оларның en esas vazifesidir. Ve endi yanı maqsadlar hakkında aytalar. У нас є амбітна ціль приймати в майбутньому Invictus в Україні, тому це лише початок над роботою, над відбудовою інфраструктури і над впровадженням самого процесу і сповідування духу Invictus українськими ветеранами і ветеранками. Bu sene бойсун maganlarının oyunları Gaga'da Mayıs'ın 9'undan 16'sına kadar ötkerilecek. Ukrayna halkara yarışlarında endi 3. sefer iştirak edecek. Geçen sene Ukraynalılar 20 medal kazandı. Viktoriya Kozub, Pavlo Uliynik, Ali Karimov, Zaman, ATR. Бұдаққада нетиже программасы сонына етіп, ыңызге қайырлы ақшамлар тілейім. ATR-ден есе айрылмаңыз көрішкенже.